Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз аэроэкзам бақылау мен тестілеу модулінің тұтынушы интерфейсі бөлімінде жасалынатын баптаулар. Аэроэкзам бақылаумен өткізілетін тестілеу ол бізде асинхронды болып табылады, яғни жүйе тестілеу барысында білім алушылардың барлық іс-әрекеттерін видео және аудио файлдарды жазады. Білім алушыдан тест өту барысында верификациялық тексеру өтуді талап етеді, бірақ тест тапсырудың тәртіп бұзушылықтары болған жағдайда тесттен шығармайды, яғни тест тапсырмаларын бұғаттамайды. Тест тапсырмаларын соңына дейін тапсыруға мүмкіндік береді. Ал тест тапсыру барысында білім алушылар қандай да бір бұзушылық жасаған жағдайда білім алушылардың тесттен алған бағаларын жоюды жоғары оқу орнының қызметкерлері өздері шешім қабылдайтын болады. Жүйенің тұтынушы интерфейсінде баптаулар жасау үшін жүйе баптаулар бөлімін таңдаймыз, және де бұл бөлімде бізде прокторинг баптаулары модулін таңдаймыз. Ашылған бетте келесі ақпараттар қарастырылған, яғни онлайн прокторинг жүйесін қолдану. Бұл жерге біз иә мәнін орнатамыз. Келесі тестілеуді тағайындау кезінде онлайн прокторинг жүйесін қолдану өрісінде әдепкі қалып бойынша белгіні орнату, яғни бұл бөлімде бізде иә немесе жоқ мәні қарастырылған. Егер де біз иә мәнін орнататын болсақ, онда бізде тестілеу тағайындау бөлімінде онлайн прокторинг жүйесін қолдану ұяшығы автоматты түрде белгіленіп тұратын болады. Ал егер де біз бұл жерге жоқ мәнін қойып сақтайтын болсақ, онда бізде тестті тағайындау барысында онлайн прокторинг жүйесін қолдану ұяшығы белгіленбейді. Яғни тестілеуді тағайындау барысында қызметкер егер де тағайындалатын тестіде прокторинг жүйесі қолдану қарастырылған жағдайда онлайн прокторинг жүйесін қолдану ұяшығын белгілейтін болады. Яғни бұл ұяшықты әр тест тапсырмасын тағайындау барысында белгілеп отыруы қажет болады. Сондықтан да біз өзімізге ыңғайлы болу үшін иә мәнін қалдырамыз. Келесі, емтихан тапсыру барысында әңгімелесуді тәртіп бұзушылық ретінде саналады ма бөлімінде иә немесе жоқ мәні қарастырылған өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Және де төменде келесі тәртіп бұзушылықтардың түрлері қарастырылған, және де бұл тәртіп бұзушылықтарды біз күрделілігі бойынша белгілерді қоятын боламыз. Яғни тәртіп бұзушылықтардың аты келесі бөлімде күрделілер, яғни қай тәртіп бұзушылықты біз жеңіліне, қайсысын орташа күрделілігіне, қайсысын күрделі, яғни қатаң тәртіп бұзушылық болып табылатынын көрсетеміз. Яғни барлық тәртіп бұзушылықтардың түрлері қарастырылған. Келесі ол күдік деңгейі, яғни 100 балдық шкала бойынша бізде күдіктіліктің пайыздарын орнатамыз. Яғни бұл жерде жоғары күдікті бөлімінен ең төменгісіне дейін, яғни бұл жерде әр деңгейге қай пайыздан қай пайызға дейін жоғары күдікті болып табылады, қай пайыздан қай пайызға дейін бізде орташа күдікті болып табылады, ал қандай пайыз бізде күдіктілік пайызына жатпайды, соны көрсетеміз. Бұлардың барлығының қосындысы 100-ге тең болу керек. Барлық өзімізге қажетті баптауларды орындағаннан кейін біз баптауларымызды сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің тұтынушы интерфейсі бөлімінде онлайн прокторинг жүйесінің баптаулары орындалады. Осымен онлайн прокторинг модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.